Бегім! Көркілі хан! Егер бізге тыныш ұйқы болмаса, саған да болмайды. Батырлар, кері шегінеміз. Кеттік! Доманичке шабуылдаймыз ба, Көркілі хан? Жақ. Қара желасуын қолбасшы, ол жалы боп қайтсын. Осман аяғыма өзі-ақ келіп, басырат. Қане қайттақ, нөкерлер! Ханымым, енді осында күтіп отырамыз ба? Күтеміз, Андра. Тәтеңізше? Одан қорықпайсыз ба? Қорқам. Қатты қорқам. Бірақ Орханға сөз бердім. Күтем. Қане тездетіңдер. Андра, бірдеңе болған сияқты. Қалафира бике, монғолдар шабуыл жасады. Қамалға қарай кіріп кетті ме? Бұдан Орханның хабары бар ма? Арамыздағы біреуін сатып алғандар анық. Қақпалар ашылды. Құпия өткелге сізді жасырамыз. Кеттік. Ханшайымның бөлмесі қайда? Алда! Бөлмесі осы. Кіріңдер. Қалған алтындар қайда? Әкелдім ғой. Алтындарыңды берем. Қолбасшы, ханшайым жоқ. Бөлмесі осы. Қалай жоқ? Осында болуы керек еді. Ханшайымды құпия өткелмен шығарады. Оны алуымыз керек. Кеттік. Құпия жер, мұна есіктің артында. Тездетіңдер. Қайда кетіп барасың? Менен не керек? Қорқпа. Мария ханшайым үшін. Соны береді. Сені алады. Әрине, сен оларға қажет болсаң. Енді таста қылышыңды. Мен монғолға өлсем де берілмеймін. Қарай көр. Сенің жаныңды алмайым. Бірақ мұнаның жаны сенің қолыңда. Бол. Нөкерлер, екеуін әкетіңдер. Бұл істеріңе жауап бересіңдер. Естідіңдер ме? Бұған бастарымен жауап бересіңдер.